ана бетіңдегі мұрныңдай біл оны. Көресің, өзім лично саған көрсетемін. Соны БЖВ-ға алып кел сен консулды. Маңдайыңа ручкамен фломастермен жазып беремін сатқын деп. Саған шүкіршілік айт деп отырмын, білдің ба? Я айлығыңды алып отырсың ба? Паёгыңды алып отырсың ба? Бәр затыңды алып отырсың ба? Енді атаң басы керек па? Неге қайта-қайта үй тұрса қыз жүгіреді деп қайта-қайта далаға шабалаңдап далаға жүгіресің? Мен саған соны айтып отырмын. Шүкіршілікті білмейтін адамсың сен деген. Шүкіршілікті білетін болсаң, дауына отырар едің, бір жеріңді қысып. Ай, далбан, сен не сұрадың? Сен не сұрадың? Айтшы, бірдеңе бітірдің ба? Ал жүгірдің далаға. Сұрасам сұрап жатқан шығармын, саған айтамын ба? Мен сен сияқты шобла-йобла сөйлеспейді ғой, кім сол сияқты. Мен серьезный адамдар сөйлеседі ғой. Сөйлесіп отқан шығармын, қайдан білесің? Мен саған айтамын ба не? Мен саған хабарымның бәрін айтып сен 3 әріпке барып консулға жеткізсін деп отырсың ба? Мен де басым жасайды. Не үшін мен саған хабарымды айтуым керекпін? Біздер түрмеде жүріп те қарайған шаруаны бітірдік. Мақсат екеуміз, Досмағамбетов Мақсат екеуміз. Сен не 3 күн отырып батыр болып шықтың ба не? Бас суға түсіп келші, кішкене демалыс бар. Мен өзіңді теңестірмей ақ қой, мен ішім жанбайды. Жатқа ішім жанады. Жаным ашып күлкім келмесе сен сияқтыларға, мен мына жерде тек БЖВ-ға жаным ашиды. Сен сияқтыларға мен түкіргенім бар. Шөпке түсіп келші бар. Мен сен сияқты киноға түсіп, пантовка лақтырып, өтіп прессовка лақтырмаймын. Сен рисовальщиксің ғой. Рисовальщик, пиарщик, рекламщик. Сен андай сетевой компанияларға кіршеш, соларды күшті көтересің. Андай өзіңді андай алып ұстап кішкене қайтып тұрасың, ана жетібайға барғанда ма депутат болып жаңа сайланайын деп барып тұрсың ғой, алдыңда 3 жыл отыр. Сондай болып тұрып сетевой компанияға адамдарды кіргізсең болады. Сен андай дешевый заттарың ешкімге керек емес. Просто пайдаланады да сен сияқты жындыларды. Күштісің, давай деп. Сен ешқашан серьезный адамдар сөйлеспейді ғой сен сияқтылармен. Не істесің құрсын, өздерін кемсітіп. Жаман қатты айтып қоясың, Мұратбай? Мен түрмеде көргенім аз, енді шығып тағы бірдеме деп айтуым керек. Не деп айтам? Не бірдеме деп айту үшін былайсы өзгерді ма? Ал Назарбаев кетті, орнына Тоқаев кетті, бірдеме өзгерді ма? Дәл сөйтіп қалай 11-ші жыл біздерді атты, ал кешеде сендердің кесіріңізден бензин бірдеме елдің бәрін қоздырып барған Алматыдағы адамдар атылып қалды. Көтеріңді қысып жүре алмадыңыз. Ал не зат өзгерді? Бірдеме өзгерді ма? Жоқ, власть өзгерді ма, сот өзгерді ма, прокурор өзгерді ма? Кім өзгерді? Шахмат болып бірінің орнына бір келгендер болмаса, не зат өзгерді? Кімге не зат дәлелдейсің? Ал дәлелдеген шығарсың сен. Роза таста болар Роза. Жетер құрсын, дәм болсын сөйлей бермеші құрсын онысы. Бәле болды онысы. Чеккондардың шатында отырсаң, күн сұлу шығады, мына жаққа келсең сен шығасың. Әкімшілікке барсаң көз үй шығады. Бәле болдыңдар ғой конкрет. Қорқып кетіңші күнсұлулармен қосып бар. Осы қатын деген бар ғой, чатқа жолатпау керек жігіттер. Әйел адамды алып тастайыншы мына жерде. Кім бар мына жігіттер? Алып тастайыншы вообще. Керек емес әйел адам. Бәрі чаттан шығарып тастап едім ғой мына қайрас. Бәле болды ғой. Әкімшілікке барғанда да, жетібайға барғанда да жетіп келді анасы. Енді халықтың көзінше анасы қырылып отыр анасы. Кетті деп ана. Шешетін халық қой кімнің қасына еріп барады анасы. Қызықсыңдар, айтатын сөзге бар, дұрыстап сөйлеуші мұнысы. Газ деп өтіріктен қалып ұстадыңыз. Ана кім шығады жаңа вертолеттен таңертең Күнсұлудың қасында тұр едің ғой сен. Сол январьда акиматтың алдында. Жаңағы Тимоханың братанын жаңа түрмеден алып келеміз, таңертең 9-да вертолеттен алып келеміз деп. Халықты алдап ұстаған жоқсыңыз ба акиматтың қасында? Вообще сен шынымен де басың шақпайды ау деймін. Сотталып кеткен адамды вертолеттен кім түрмеден алып келеді? Сенікі айтып отырмын ғой, сенікі де халықтың арасына алаң салу сенікі. Жігіттер сізге ұнай ма, ұнамай ма айтайын. БЖВ-ға кім қырсығын келтіртеді? Мен сол адаммен конкретно әңгімелесемін. Мен сыртқа бүйтіп шығып, керсіп, андай қатын құсап базарный движение жасап жатқан жоқпын. Мен именно ортаға бетін тіліп айтып жатырмын. Мен сондай зат жақсы көремін бетіне айтқанды да. Не істемей оны жарыққа, себебі мына жерде БЖВ-ның интересі тұр. Мен оған қысқаша, нұсқаша айтып отырсам, әңгімені өзі өрбітіп, одан сайын күшейтіп отыр ғой. Басына тілеп алып, бәлені тілеп алып. Естідің ба, болды, үндемей отыр. Бүйттің ба, сөйттің ба демей. Мен саған конкретный заттарды айтып отырмын, как оно есть. Өлесің ба, тірілесің ба, Мұратбай, как оно есть айтып отырмын. Бәр жерде видеоң бар, бәр жерде суретің бар, бәр жерде звезда болып жүрсің. Күнсұлумен, ана сатқын қатынмен. Еще блядский әңгіме айтып отырсың, қызғанып деп. Сен кімсің, білен, тряпка? Тряпка әр жерде жүрген. Әркім саған қолын сүртіп, өземнай газ акимат саған қолын сүртіп лақтырып тастап отқан. Өзіңше болмашы. Айтып отырмын ғой, күштісің ба, шүкіршілік айтып көтіңді қысып отыр, мына жігіттер құсап. Азаматтардың қатарында тұр. Дүрліктіріп, ана жерге барып, халықты тоқтат, мына жерге барып, халықты тоқтатпай. Отвечать ететін кезде тайқығаның рас қой? Дәлел керек па? Дәлелдеп беремін саған. Дәлел керек па? Қалай секіргенің? Мен тұрғызған жоқпын, бектас тұрғыз деп сөзіңнен секіргенің. Сақтағанға жанар екеуміз тұрдық қой алдында, ертең жауап бересің ба? Осы халықты тұрғызғаның үшін ертең біздің күндеріміз, сағаттарымыз қойылама, бәріне көзің жетіп тұр ма? Ертең бәріне жауап бересің ба? Иә, мен беремін деп төсіңді қаққаныңды ұмытып кеттің ба? Забастовка біткеннен кейін не істедің? Алдыңа жігіттер сұрағанда секірдің ғой, мен емес, бектас, мен кінәм жоқ дедің.